Сәлем баршаға. Жапон халқының сүйікті тағамдарының бірі удон дайындаймыз. Удон етпен дайындайтын боламыз. Тауық етмен де дайындасаңыздар болады. Бірақ етпен өте дәмді болады. Бізге еттің қара кесек еті, сиыр еті, одан соң осындай удон лапшасы, қанша минут дайындау керектігі әр қайсысының сыртында жазылған. Болгарский пияз, сәбіз, чеснок, ащы бұрыш және де көк пиязымыз қажет. Одан соң соевый соус, осылай кез келген дүкендерде табылады, және де осы терияки соус. Ол да магазинде немесе супермаркеттерде табылады. Соус терияки деп аталады. Енді қайнап тұрған суымызға удон лапшаларын пісіріп аламыз. Қайнап осылай салғаннан кейін, қайнап шыққаннан кейін 11 минуттай пісіресіздер. Әр удон әр түрлі уақытта піседі. Енді еттерімізді ұзыннан жіңішке қылып турап аламыз. Сковородкаға кішкене сұйық май құйып, біз алдымен етімізді жақсылап жұмсартып пісіріп аламыз. Соғы шыққаннан кейін асты баяу отта бетін жауып, етімізді пісіріп аламыз қыздар. Піскеннен кейін пиязымыз салып қуырамыз, сәбізді салып қуырамыз. Сәбізді дәл осылай ұзынан жіңішке қылып турайсыздар. Оның үстіне болгарский, әр қайсысын пісіруге 2-3 минуттай пісіріп аласыздар, қуырып аласыздар қыздар. Осы уақыт аралығында біздің удон лапшаларымыз дайын болды. Осылай сүзіп алыңыздар, бір-бірімен оңайлықпен жабыспайды, бірақ сонда да кішкене сұйық майды құйып арасында осылай араластырып жіберіңіздер. Енді чеснок, аскөк және де ащы бұрышымызды жіңішке қылып турап, біздің етіміздің үстіне салып жібереміз де тағы да 1-2 минуттай қуырып аламыз. Ең соңында дәміне қарай тұзын саламыз. 2 ас қасық соевый соус, 2 ас қасық терияки соусымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Өте ерекше дәм береді қыздар. Терияки соусты осы түрін алыңыздар. 2 ас қасық саламыз да, тағы да қуырып жібереміз. Осы уақытта біздің етіміз, сәбізімізде пісіп шығады. Бетін жауып 5 минуттай бұқтырамыз. Мінеке соғы өзінің осылай өте күшті болып тұрады. Барлығы піскеннен кейін біздің лапшамызды үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Соусы лапшаға жақсылап араласуы керек қыздар. Соны ескеріңіздер. Міндетті түрде жасаңыздар, өте дәмді болып шығады және тойымды болып келеді. Дәл осы жасалған біз 4-5 адамға жасалған порция. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасамасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар, ерекше тағам жасап, өте дәмді, жасалуы да оңай. Міндетті түрде жасап, өздеріңіздің Instagram парақшаға бөлісіп, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.